Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгінгі түсірілімімізді ашаршылық куәгері, филология ғылымдарының докторы, профессор Мекемтас Мырзахметұлының Егемен Қазақстан газетіне берген мына бір адам айтса нанғысыз өз өмірінде болған әңгімесінен бастағанды жөн көріп отырмыз. 1932-33 жылдары ашаршылық болды. Аштықтан қиналған соң түс кезінде жездемнің үйіне қарай жолға шықтық. Анам сонда қарындасымды бауырына алып, мені қолымнан жетелеп, аштықтан бұралып, әрең жүрді. Жол жөнекей ауылға жақындаған жақта қас қарайып кетті. Бір кезде бізді 3 қасқыр қамап, топырақ шаша бастады. Мен қорыққаннан анамның етегіне тығыла бастадым. Анам таяғын көтеріп, айғайласа да қасқырлар қаймықпады. Содан анам қарындасымды жерге қойып, мені арқалай жөнелді. Ашаршылық кезінде әр жерде осындай оқиғалар көп болды. Мен оны өз көзіммен көрдім, дейді Мекемтас Мырзахметұлы. Құрметті оқырман, сөзімді бұл оқиғадан бастап отырған себебім бүгінгі таныстырар кітабым сол зұлмат заманға арналмақ. Аштық жайлаған дала атты мына бір кітапта 1932-33 жылдар аралығында болған ашаршылық құрбандарының басынан өткен тауқыметті тағдыры толығымен жазылған. Неліктен, кім кінәлі, мұның салдары қалай болды? Бұл жан түршігерлік оқиғалар бүкіл қазақ халқының осы күнге дейінгі ұрпақтарының тарихи жадында қандай жазылмас із қалдырды. Осы және басқада сұрақтарға берілген жауаптарды сіз осы іргелі еңбектен міндетті түрде табасыз. Мұрағат құжаттарының мол қорына енгізіліп жазылған бұл зерттеу жұмыстары көптеген қазақстандық оқырманның, әсіресе жастардың қызығушылығын тудырары анық. Ендеше қазақ халқы үшін жазылмас жараға айналған осы бір зарлы заманның зардабы туралы жазылған туындыны оқып, тоқшылықтың қадірін біле жүрейік, ардақты оқырман.